Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз Теміртау қаласының тұрғындары арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру және арттыру мақсатында кезекті подкасттарымызды жалғастырамыз. Бүгінгі біздің кезекті қонағымыз ол сыбайлас жемқорлық саласындағы білікті маман, Қарағанды индустриялы университет коммерциялық емес акционерлік қоғамының комплайнс офицері Ибрагимова Самал Серікқызы. Самал ханым, қош келдіңіз біздің подкастымызға. Сәлеметсіздер ме? Рахмет шақыруларыңызға. Бұндай подкасттарды өткізу бірінші рет болып тұрған жағдай. Сондықтан бір жағынан қобалжуды да бар, бір жағынан бұл жағдай алдағы уақытта, болашақта студенттермен жұмыс істегеннен кейін студенттерге болашақтарына бағыт береді деп ойлаймын. Қобалжу қалыпты нәрсе. Жалпы бұл жоба аясында негізгі подкаст деген дүние ол алғашқы эксперименттер деп айтуға келеді. Сондықтан қатты уайымдамаңыз. Біздің негізгі бүгін талқылайтынымыз ол сіздің күнделікті айналысып жүрген жұмысыңыз ғой. Комплайнс офицерлік деген не, ол мамандық пәлде лауазым ба, қандай тәжірибе алып жатырсыз деген сияқты сұрақтар ғой. Және де сөз кезегінде айтып отырғандай, комплайнс офицерлік туралы қысқаша айтып берсеңіз, ол негізгі мамандық па, әлде лауазым ба? Комплайнс офицер негізі мамандық емес, лауазым деуге де болады. Және де бұл қазіргі заманда болып жатқан біздің Қазақстан Республикасында енгізілген заң мен тәртіп жобасында сол жобаға бір көмекші ретінде десем де болады. Комплайнс офицердің жұмысы тікелей байланысты заң мен тәртіпке. Оның негізгі мақсаты қандай? Негізгі мақсаты сол адалдықты арттыру, академиялық адалдықты, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті көбейту, және тек қана университетте ғана емес, қоғамда да сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу. Жақсы. Сіздер негізгі аудиторияң сол студенттер ме, әлде мұғалімдер ме, әлде бүкіл университет пе? Бүкіл университет. Негізіне келетін болсақ, университетте тек білім ғана беру ғана емес, және адалдыққа, әділдікке үйрету ғой. Біз қазіргі студенттер ол біздің болашағымыз. Болашағымызды қазірден бастап үйретпесек, болашақта өзіміз өнген нәрсе дұрыс болмауы мүмкін. Және де мұғалімдер, оқытушыларды да үйретудің жағдайымыз, мұғалім болдым деп ол адалдық, әділдікті ұмытып кету емес қой. Бұл екіншіден. Үшіншіден, университетте әртүрлі жағдайлар болып жатады. Мысалы, күйеуі мен әйелі бір жерде жұмыс істеп жатса, екеуі бір бағытта жұмыс істемеу керек деген сияқты. Сондай жағдайларды конфликт интересов дейді ғой. Сондай рисктер болмас үшін университетте осындай комплайнс офицер деген служба жұмыс істейді. Яғни білместікпен жасалып жатқан қателіктердің алдын алу. Қанша жыл болды істеп жатқаныңызға комплайнс офицер болып? Комплайнс офицер болып бұл мамандыққа келгеніме тек қана жаңа осы жыл болды. Бастапқыда мен де мұғалім болып жұмыс істедім. Тарих сабағынан бердім. Неге именно осы мамандық, осы лауазым десеңіз, комплайнс офицер өзі түпкі жағына қарайтын болсақ, комплайнс офицердің лауазымын тарихты білетін адам болса. Неге? Өйткені тарихын білген адам болашақта адалдыққа, әділдікке жол бермейді. Адалдықта әділдікті ұстанады. Сыбайлас жемқорлыққа жол бермейді деп ойлаймын, өз басым. Комплайнс офицері қылып тағайындалғанақта басында қорықтым. Жауапкершілік көп, өте көп. Тек қана өзіңде ғана емес, сен барлық дүйім жұртқа жауап бересің. Әрбір іс-әрекет, әрбір мұғалімнің іс-әрекеті болсын, студенттердің іс-әрекеті болсын, ол сенің тікелей сенің жауапкершілігіңе міндетті болады екен. Сол үшін қорықтым. Одан кейін көп
семинарларға, курстарға қатысып көргеннен кейін көре біле жүресің дейді ғой. Солай көріп үйреніп келе жатырмын, етімде үйреніп келе жатыр. Өкінбейсіз келгеніңізге осы мамандыққа, лауазымға? Бастапқы бірінші екінші айда өкіндім, қайдан ғана келістім деп. Одан кейін ойлап қарасам, бұл берілген бір басында сынақ деп ойладым. Бұл берілген маған сынақ, не деген бітпейтін сынақ деп. Содан қарасам, жоқ, бұл сынақ емес, бұл маған деген білім. Бұл тағы да бір тарап білім алғандай болдым. Сол. Жақсы, жауапкершілік дедіңіз, иә, қиын дедіңіз. Жалпы қандай қиындықтармен кездесіп жүрсіз комплайнс офицер болып жұмыс істегелі? Қандай ерекшелік бар жалпы бұл жұмыста дегендей? Бұл жұмыста ерекшелік мында да. Мысалы, мұғаліммен алатын болсам, мен бұрын өзім мұғалім болдым ғой. Мұғалімдердің маған оңайлығы студенттермен жұмыс істеген уақытта қатты жауапкершілік болмайды мұғалімдіктерде. Мысалы, айтасың, тапсырмаңды бересің, бүкіл жауапкершілікті студенттердің мойнына артасың. Ал комплайнс офицерде жауапкершілік бұл жерде мұғалімге де бересің, студентке де бересің жауапкершілікті. Бірақ сол жерде жауапкершілікті ала тұра қате жіберетін адам да болады. Сол қате жіберген уақытта ол оның қателігі болмайды, ол сенің қателігің болады. Өйткені сен оған дұрыстап жауапкершілікті бермедің деген сөз сияқты. Комплайнс офицердің ерекшелігі, дым ерекшелігі жоқ. Тек қана жаңағы жауапкершілік көбірек деп ойлаймын. Түсінікті. Енді сұрақ. Жалпы біздің байқағанымыз, Қарағанды қаласы бойынша болсын, Теміртау қаласы бойынша болсын, комплайнс офицерлер бүкіл мемлекеттік органдарда, бүкіл емес, бүкіл жерде бар деуге келмейді де. Сіздің ойыңызша олар бүкіл жерде бүкіл мемлекеттік секторда болу керек па? Я, неге десем, комплайнс офицер тек қана жаңа мен айттым ғой, заң мен тәртіпке ғана білдіріп қоймай, басқа салада да жүргізу керек деп ше, адалдықты, әділдікті өткізу керек деп. Әрбір ұйымда сыбайлас жемқорлыққа қарсы нәрсе болу керек. Өйткені әрбір ұйымда ондай нәрселермен қақтығасады деп ойлаймын. Мемлекеттік университет болсын, мектеп болсын, мысалы алдыңғы жолы семинар өткен уақытта комплайнс офицер Теміртау қаласы бойынша аз ғана деген уақытта таң қалдым. Неге? Не себепті? Комплайнс офицер әрбір ұйымда болу керек қой. Университетте болсын, мектепте болсын. Егер де біз сыбайлас жемқорлыққа қарсы шыққымыз келсе, ол әлбетте ол әрбір ұйымда сол нәрсені дағдыға келтіру керек. Көмекші ретінде дедім ғой, басында айттым ғой, ол заң мен тәртіпке көмекші ретінде ғана берілген служба деп. Көмекші ретінде ол әрбір ұйымда болу керек. Ол қорқыныш тудырмау керек. Ол сол ұйымға сенім білдіру керек. Сол арқылы ол ұйым ешқандай жемқорлыққа бара алмайтынын көрсететін ұйым көрсету керек. Онда сұрақ, қалай ойлайсыз, неліктен комплайнс офицерлер соншалықты аз? Бұл мамандардың тапшылығы ма, әлде жалақының көп еместігі ме, әлде жұмыстың спецификасының қиындығы ма, әлде басқа да себептер бар ма? Неге олар бүкіл жерлерде жұмыс істемейді дегендей ғой? Әлде, кешірерсіз, ұйым басшылары әлде оларды шақырмай ма жұмысқа? Мүмкін. Қорқып деген сияқты. Өйткені мен көп жерде стереотип бар менің байқағаным. Комплайнс офицер ол сыбайлас жемқорлыққа департаментіне байланысты белгілі бір маман сияқты көреді олар, мен байқағаным. Және белгілі бір қорқыныш бар. Кейбір жерлерде заң бойынша және комплайнс офицер негізі басшылыққа бағынбау керек. Ол бағынса тек мысалы сіздің мысалыңызды айтсақ, ол ректорға бағынбайды, ол тек акционерлік қоғамға бағыну керек деген сияқты. Және басшысы кішкене қорқақтауы мүмкін дегендей ғой, өзіне бағынбайтын мамандан. Сондай да бір әлде ерекшеліктер бар ма? Неге олар соншалықты аз? Қалай ойлайсыз? Я, комплайнс офицер ұйым службасы негізі басшылыққа бағынбайды. Менің өзім совет директоровқа бағынам. Ректорге де басқасына да бағынбаймын.
менің тікелей бастығым совет директоров. Менің ойымша енді қатты топырақ шашпаймын, көпке топырақ шашпаймын. Әрбір ұйым бұндай ұйымның болмау себебі де сіз жаңа айта кеттіңіз ғой, мүмкін қорқақтайтын шығар деп. Ол да бар шығар. Егер де міндетті түрде неге заңға немесе положение дейді ғой, заңнамаларға кіргізсе, міндетті түрде әрбір ұйымда комплайнс офицер болу керек деп. Мүмкін сол кезде ғана түзеле ме, көбейе ме деп ойлаймын. Ал комплайнс офицердің неге тапшылық болғаны, бұл енді ғана басталып келе жатқан не ғой, служба ғой. 3-4 жылда, 3-4-5 жылда көбейеміз деген үміттемін. Неге? Өйткені бұны қазір тек қабылдап жүретін заңнама енді ғана шығып келе жатады ғой, заңдар сол сияқты көрсетіп жатыр да, біз тек қана өзімізді көрсетіп жатырық. 3-4-5 жылдан кейін өзіміздің жұмысымызды көрсетіп, сол жұмыс арқылы біз сыбайлас жемқорлыққа қарсы шыға аламыз деген үмітте. Сол арқылы ашықтықты көрсетсек, сол кезде уже ұйымдарда көбейеді деген ойдамын. Түсіндім. Онда сұрақ. Онда демек жалақы бойынша, жұмыс көлемі және мөлшер бойынша ешқандай проблема жоқ. Ондай проблема өз басымда жоқ. Басқасын білмеймін. Яғни егер жұмысқа шақырса, кез келген, яғни условия дейді ғой, жағдай жасалған лауазым болып табылады. Әйтпесе кейбір бізде, кешіресіздер, кейбір жұмыстар бар ғой, қанша жұмыс маман тапшылық, неге? Өйткені жалақысы аз, немесе жұмысы тым көп, жалақысымен сай келмейді деген, ондай әңгіме жоқ бұл жерде, иә? Мен үшін жоқ деп ойлаймын. Өйткені мен жұмысымды өзіме ұнайды. Солай студенттермен жұмыс істесем де, мұғалімдермен жұмыс істесем де, өзіме ұнайтын нәрсе. Болады ғой, ұнамаса барғың келмей тұрады, жұмысқа әрең барасың деген, қанша жерден жалақысы көп болсын, жұмысы көп болсын, мысалы, жұмысы аз болсын, барғың келмей тұрған нәрсеге бара алмай тұрасың. Бұл жерде қанша жерден жұмысы көп болсын, жауапкершілігі көп болсын, ақшасы аз болса да, ақшасы көп болса да, өзіме ұнағаннан кейін осы мамандықта, осы службаны алдым десем болады. Енді сұрақ, сіз біраз уақыт болды жұмыс істеп келе жатырсыз, осы комплайнс офицер болып. Қалай ойлайсыз, Теміртау қаласы тұрғындарының сыбайлас жемқорлыққа деген төзімділігі қаншалықты деңгейде? Жоғары, орташа немесе төмен? Өзіңіздің ойыңызша. Бұл сұрақты алдында бір кісі қойып еді. Менің ойымша орташа деп ойлаймын. Неге? Біріншіден төмен дейін десем, ол дәрежеге сәйкес келмейді. Орташа. Ал жоғары деп айтайын десем, біз тым дамыған заман емес, біз жоғары болып кететіндей. Орташа деңгейде кейбіреулер сенеді, кейбіреулер сенбейді деген сияқты. Қазір сендіріп келе жатырмыз. Неге? Өйткені көп нәрсені біз ашық түрде көрсетіп жатырмыз. Қазір жасанды интеллект арқылы көп нәрсе ашылып жатыр, мысалы. Жасанды интеллекттің бір плюсы да жақсы болды. Сол арқылы көп сыбайлас жемқорлыққа қарсы нәрселер ашылып жатыр, анонимдік платформалар ашылып жатыр, мысалы. Сол арқылы халыққа көрсетіліп, ашықтықта көрсетіліп жасалған нәрсе, ол әрине сенімділікке әкеледі. Сондықтан халық та басқасы да сеніңкіреп келе жатыр. Сондықтан орташа деңгейде деп ойлаймын, өз басым. Жақсы. Онда сұрақ, жастар және жастар санатына жатпайтын 40-тан асқан, 50-ден асқан азаматтар арасында осы сыбайлас жемқорлыққа деген қарым-қатынастың бір айырмашылықтары бар ма? Бар. Менің ойымша, тағы да менің ойымша деп өз ойын айтады дейді. Неге деймін ба? Қазіргі жастармен біздің мама ата-анамызды алатын болсақ, өте өзгеріс көп. Біздің жастар көзқарасы мүлдем басқа. Неге десем, біздің ата-аналарымыз ондай нәрсені көрмеген нәрсе, мысалы, сыбайлас жемқорлықтың қалай болып жатқанын көрмеген нәрсе. Ол қалай болатын, мысалы, көрмеген.
ондай нәрсе бар ма жоқ па деген сияқты. Неге? Өйткені ол кезде бізде ондай нәрсе көрсетілген жоқ. Біздің ата-анамызға ондай нәрсе көрсетілген жоқ. Бізде жеп жатыр, мысалы, алып жатыр, талып жатыр деген сияқты нәрселерді көрсеткен жоқ. А қазір жастарға барлығын ашық түрде көрсетеді. Жастардан қазір бір нәрсе сұрасаң, сенен артық білетін сияқты көрініп тұрады. Ата-аналарымыздан соны сұрап көрші, бізде ондай нәрсе болған ба деп сұрайды. Сұрақ ол қаншалықты, ол жақсы ма әлде жаман ба? Жақсы ма жаман ба? Жақсысы да бар, жаманы да бар. Неге? Білмей, орыстарда бір сөз бар ғой, меньше знаешь, больше спишь дейді ғой. Сол сияқты білген нәрсеңді білмеймін деп құтылған жөн деп ойлаймын. Өйткені көп нәрсені көрсете беруді дұрыс емес деп ойлаймын. Мысалы, ол жағынан көп нәрсені көрсете берсек, ол біздің мәдениетке де қарсы келуі мүмкін. Біздің менталитетіміз мүлде бөлек нәрсе болғандықтан мәдениетке қарсы шығуы да мүмкін. Қазіргі жастарға сол нәрсені, көп нәрсені көрсетіп қойдық та, қазір ашықтық түрде. Қазір жастар басқа жаққа бұрылып бара жатыр. Фильтрация қиын. Фильтрация қиын деп отырсыз. Қиын, иә. Біздің ата-аналарымыз сияқты ештеңе көрсетпегенде мүмкін мәдениетімізді, тәрбиемізде басқаша болар ма еді деген ойдамын. Сұрақ. Көп көрсетіп жатыр дегенге байланысты сұрақ туындады. Бізде жаңалықтарда күнде болмаса да апта сайын әртүрлі жемқорлыққа бәлет жаңалықтар шығып жатады. Тіпті премьер-министрден бастап министр, әкім орынбасары деп әртүрлі облыстардан ұсталды, оларды осынша сума ұрлады, және сот процесс кезінде олардың осындай мүліктері бар екен деп кәдімгідей жайып салады бізде жаңалықтарда. Осындай дүниені сіз дұрыс деп ойлайсыз, әлде бұндай жаңалықтарды өте қатты азайту керек, немесе мүлдем шығармау керек деп ойлайсыз ба? Сол жағынан ойыңыз бөліссеңіз. Өйткені кейде ойлаймын, осындай жаңалықтарды айта берген сайын біз одан сайын қызықтырмаймыз ба деген сұрақ туындайды да жастарда. Мысалы, бізде белгілі премьер-министр ұстағанда әлі күнге дейін санап келе жатыр да, мүлігін былай айтқанда. Және кейде жастардың реакциясын байқағанда, не деген керемет мүлік, мен орында болсам соншалықты көп ұрламас едім, сондықтан да ұсталмас едім деген ойға итермелеп жатқан сияқты көрінеміз да, кейде былай байқап отырған кезде. Сіз қалай ойлайсыз осыған байланысты? Жаңа айта кеттім ғой, сол орта заман мен қазіргі заманды салыстырғанда өте қиын, өте айырмашылық бар. Көрсетпесе дұрыс болар еді негізі. Көрсетпеген жағдайда ол нәрсе ойға келмейді сол кезде. Қанша стағанмен бәрібір жеп жатыр ғой деген жастардың сөзі бар қазір. Бер жағын ғана көрсетті ғой бізге деген сияқты. Егер де көрсетпесе, мүлдем ойланбас еді. Мүлдем ойланбас еді. Өйткені кеңес одағының мысал ретінде айтайын. Олардың да сол заманда жақсы да жаман да болды, бірақ маған ұнайтын бір мысалы, олар аса ауыр қылмыс жасаған азаматтарды мүлдем көрсетпейтін, айтпайтын. И қоғам білмейтін олар туралы. Есімдерін айтпай ақ қояйын енді. Бірақ та өте көп азаматтар болды. Бізде айтады ғой, біздің заманымыз тыныш болатын еді. Бірақ та негізі ашығына келсек, олардың заманы мүлдем тыныш болмаған. Бірақ та сондай ой қалыптасады, өйткені мүлдем жаңалықтарда шықпайтын, ешқандай форумдарда, ешқандай конференциялар талқыланбайтын да. Былай істеу керек, былай істеу керек деп оларды тыйышқанына ұстайды, өлім жазасына кеседі, немесе өмір бойы түрмеге отырғызады, болды. Бірақ та оны қоғамда ешқалай көтермейтін. Ал қазір қоғамда көтерген сайын бұл проблема одан сайын ушығатын сияқты эффект қалдырып жатқаннан кейін мүмкін кейде ойлайсың, мысалы осы сыбайлас жемқорлықпен айналысып жатқан азаматтарды мүлдем көрсетпесе ме екен деп, немесе көрсетсе өте ұқыпты көрсетіп психологиялық тұрғыдан жұмыс істеп, өйткені бұл халыққа, әсіресе буыны қатпаған, ойы 100% қалыптаспаған жастарға бұл кері әсер тигізу эффекті кәдімгідей байқалып жатқан жоқ па деп ойлаймын да, сол жағынан. Енді басқа сұрақ. Енді сіздің жұмысыңыз қайта оралсақ, Қарағанды индустриялық университетінде осы комплайнс офицер маманы ретінде қандай іс-шараларды сіз ұйымдастырған жақсы көресіз, немесе ұйымдастырғыңыз келеді? Іс-шаралар, бағана аманатта да соны айтып едім. Іс-шараларды қазіргі жастарға қазір іс-шара болады, семинар болады. 15 студент, 20 студент деп келіп отырғызып қойғаннан, іс-шараларды студенттерге қызықты қылып өткізсе.
Қазіргі студенттерге не жағымды? Сол іс-шараға қатысып бір нәрсе алу, мысалы, жаңағы подарок ретінде болсын, жай блокноттың өзін алу оларға бір ғанибет деп ойлаймын. Сондай іс-шараларға тек қана бір кісінің келіп сөйлеген сөздерін тыңдату ғана емес, сол іс-шараға тиянақты түрде ішіне кіріп, сол іс-шараның түсінігін түсініп, сол іс-шарамен бірге сұхбат ретінде жүргізсе, сол кезде студенттер өздері келетін болады ондай іс-шараларға. Көбінесе ұнайтыны маған студенттермен дебаттық нәрсе жүргізген уақытта ұнайды. Немесе студенттерді конференцияға өздерінің жасаған презентацияларымен, баяндамалармен шыққан уақытта ұнайды. Бір-бірін асып тұруды көздер жайынап тұрады да. Сондай жағдайлар көп. Сондай нәрселерді көп жасауға тырысам. Бастапқыда түсінбейтінмін. Бұны не үшін жасап жатырмын деп. Содан кейін түсіне бастадым. Қазір көп нәрсені 2026 жылғы планға жасап қойдым десем болады. Тамаша. Қараңыз, енді біздің іс-шараларға келсек, ұйымдастырған сіздердің балаларыңыз және өзіңіз де біздің бірталай іс-шараларыңызда қатысқан болатынсыз, ол адал ойын, интеллектуалдық ойын жүргіздік Теміртау қаласының тұрғындары арасында. Біз балалар арасында сурет байқауын ұйымдастырдық. Біз және жастар арасында әлеуметтік бейнероликтер байқауын ұйымдастырдық. Және де жалпы комплайнс офицерлер, сонымен қатар осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастырғысы келетін азаматтар арасында семинар ұйымдастырған болатын, 6 сағаттық, халықаралық дәрежедегі маманды шақырып семинарымызға. Жалпы осындай іс-шаралардан сізде қандай ой қалыптасты? Ой дейсіз ба? Бұл жерде әрине академиялық адалдықты, мәдениетті арттыру, сол жерде көрген нәрселерді өзімнің университетімде жасау. Талай жаңағындай конкурстарға студенттерім қатысты, өзімді семинарларға қатыстым. Сол жердегі алған тәжірибелерімді қорытындылап университеттің ішінде жүргізу. Жақсы. Кері байланыс ретінде сіз қандай іс-шаралар тағы да ұйымдастыруға кеңес берер едіңіз? Мүмкін бір қандай іс-шараны қосу керек пе екен? Мүмкін сол болып жатқан іс-шаралардың ішіне бір қандай өзгертулер енгізген дұрыс па екен деген сияқты бір кері байланыс берсеңіз маман ретінде. Міндетті осы сала бойынша ма? Иә. Осы сала бойынша негізі келен ұрпақ біз студенттерге жасайып жатырмыз ғой осыны. Тек қана халықтың да несі бар. Мысалы, көбінесе жаңағы мектептерге, студенттерге, университеттің, колледждің студенттеріне көбінесе студенттерді қызықтыратын нәрсе сыбайлас жемқорлық. Қазір жасанды интеллект жақсы болды ғой, сыбайлас жемқорлыққа қарсы жасанды интеллект арқылы бір нәрсе платформа ұйымдастыру. Келесі өзімнің планыма салып қойдым, енді білмеймін, соны істеймін ба, істемеймін ба. Сол арқылы қалай тоқтатуға болады деген платформа құрастыру. Жасанды интеллектті арқылы қосып, мысалы. Мен оны неге айтып жатырмын? Жақында ғана осы қараша айында өзімнің центрімді аштым. Қарағанды индустриялық университеттің ішінде Smart Compliance заң мен тәртіп деген арқылы. Сол центрдің ішінде 2 платформа бар, 2 өнім. Бірінші ол бот арқылы анонимдік сообщенияларды жазуға болады. Бот арқылы жаңағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы ақпарат алуға болады. Сол арқылы әртүрлі ақпараттарды өз ойыңмен түйісуге болады. Екінші өнім ол модуль. Модуль арқылы жаңағы мәдениетті арттыру, академиялық адалдықты арттыру, сол арқылы видео, мәліметтер қарап, ең соңында тест өтіп и сертификат алады. Сондай 2 өнім жасадым да, центр аштым. Сол сияқты сондай конкурс өткізсе жастардың арасында платформа орнату, немесе бот шығару жаңадан,
сыбайлас жемқорлықты тоқтату үшін сен қандай жасанды интеллект арқылы қандай нәрсе жасай аласың деген сияқты. Қазіргі жастардың ойында әртүрлі нәрсе бар. Осы ботты мен центрді ашпас бұрын қалай істесем екен деп ойлағанықта, маған бір студентім айтты оны. Апай, осылай бот шығарайық университетіміздің ішінде. Сол арқылы бізге мысалы жаңағы анонимдік сообщениялар келген уақытта білеміз қай жағынан біз минус болып жатқан, қай жағынан біз төмен түсіп бара жатқанымызды, қай жағынан біз жұмыс жасай аламыз деген сияқты сондай ой жасады. Содан кейін сондай нәрсе нетіп. Ал бірнеше балалы студенттерден сұрадым, егерде абай жасанды интеллект арқылы көп нәрсе істеуге болады дейді. Сондай конкурстар ұйымдастырса деймін да, жастардың арасында, студенттердің арасында. Қайсысы ыңғайлы болады, соны сосын жоғарыға жіберуге болады. Түсінікті. Рахмет ойыңызға. Жалпы подкастымыздың соңында маман ретінде, жалпы жастармен жұмыс істеуші эксперт ретінде осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы сауаттылығын көтеру және сол сыбайлас жемқорлыққа дамымауға өзінің үлесін қосу үшін жастарға қандай кеңес бере аласыз? Келешек ұрпаққа біз өзіміз университетте студенттерге білім беріп жатқаннан кейін бағана айтып кеттім ғой, білім ғана емес, адалдық пен әділдікке үйретеміз деп. Заң мен тәртіп бұл талап қана емес, бұл бізге берілген бір құндылық деп есептеймін. Сол құндылықты болашақ келешек ұрпаққа үйрету, жеткізу, мәдениетті арттыру. Келешекте біздің болашақ келешек студенттеріміз, жастарымыз біздің орнымызда тиянақты болып әрі қарай мәдениетімізді өркендетуге. Ал сыбайлас жемқорлықты тоқтату үшін сыбайлас жемқорлық негізі мүлдем тоқтап қалады деп ойламаймын. Ол болу керек, қоғамда, заманда болу керек. Олсыз дүние қызықсыз бола ма деп ойлаймын кейбір кезде. Оны азайту үшін біз өзімізден бастауымыз керек. Келешек ұрпаққа осындай соңғы сөзімде айтатыным, егер қоғамды өзгерткің келсе, сен өзіңнен баста дегім келеді. Рахмет. Самал ханым, сізге өзіңізбен, ойыңызбен, тәжірибеңізбен бөліскеніңіз үшін көп рахмет. Және де біздің подкастымызға уақытыңызды арнағаныңыз үшін көп рахмет. Құрметті көрермендер, сіздерге біздің подкастымыз пайдалы және де әсерлі болды деген үміттеміз. Сау саламат, қош болыңыздар.